Мен Құмарғашы Танура Айдынқызы, Innovative колледж мекемесінің 3-ші курс студентімін. Жүрек қалауымен әлеуметтік жұмыс мамандығын таңдадым. Білім сапалығымен қатар студенттерге қоғамдық шараларға белсенді қатысуға мүмкіндік бергені үшін колледжімізге алғысым шексіз. Колледжіміздің берген мүмкіндігін тиімді пайдаланған арқасында жеткен жетістіктерім де аз емес. Атап айтсам, Аманат партиясы, Жастар рухы жастар қанатының төрайымы, Ашық жүрек атты волонтерлық ұйымының жетекшісімін. Колледжіміздің берген мүмкіндігін тиімді пайдаланған арқасында жеткен жетістіктерім де аз емес. Атап айтсам, Аманат партиясы, Жастар рухы жастар қанатының төрайымы, Ашық жүрек атты волонтерлық ұйымының жетекшісімін. Сонымен қоса, колледжшілік шараларға белсенді қатысып, Мисс Колледж 2022 номинация Мисс Оригинальность. 20 наурыз зияткерлік күніне орай Қазақстан жастары қаншалықты патриот тақырыбында дебаттық ойын нәтижесінде жүлделі бірінші орын иегері. Командамызбен жастар қанаты ұйымдастыруымен жастан үздіктері жастар форумында өнер көрсетіп, жүлделі бірінші орын алдық. Колледжшілік үйірмелерге белсенді қатысып алған алғыс хаттарым да бар. Ашық жүрек атты волонтерлық ұйымымыз жақында ғана бастау алса да, жасаған игі істеріміз аз емес. Атап айтсам, қорық мамандарымен шөл далаға жаңа қарағай отырғызу мақсатында барып қайттық. Және де қарттар күніне байланысты қария аналарымызға және де қарттар үйіне барып көмек қолымызды созып қайттық. Әр қарттың көзіне көрген қуаныш өмірдегі қайталанбас сәттердің бірі екен. Мен әлеуметтік жұмыс мамандығы болғандықтан қазірден бастап әлсіз топтарды қорғауға және қолдауға өз үлесімді қосып жүрмін. Осы тұста Қазақстан Республикасының 100 студентіне үміткер болуға өзімді лайықтымын деп санаймын.